Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлбөбек, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге ерекше тағаммен бөлісетін боламын. Бұл тағам отбасыларыңызды қуантады деп ойлаймын. Дәмі бір жасағаннан-ақ керемет болып шығатын, табада піскен қуырдақ десек те болады. Бұл тағамның салмасына тек қана тартылған ет және де пияз қосады екен, бірақ мен ерекше болғанын қалағандықтан етті кубиктап турап және де салмасына асқабақ пен картоп қостым. Рецепті написание бөліміне толықтай жазып кетемін. Қамыры үшін бізге електен өткізілген ұн қажет болады. Оның үстіне разрыхите, яғни қопсқышты қосамыз. Содан соң суымызға қант және де тұз қосып, шанышқының көмегімен қант пен тұз ергенше жақсылап араластырамыз. Одан кейін қопсытқыш қосылған ұнымызды лопатка немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз да ортасын ашып, жаңағы суымызды құямыз. Үстіне ерітілген сары майымызды салып, таза қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды шамамен 4-5 минут көлемінде иленіңіздер. Қамырымызды дұрыс илемеген жағдайда ортасында ұндар қамырға бірікпей қалып, дұрыс иленбей қалады. Сондықтан да барынша жақсылап илеуге тырысыңыздар. Қамырымыз иленуге жақын қалған кезде үстіне 1-2 ас қасық сұйық майымызды қойып, тағы да қолымызбен илейміз. Сұйық май не үшін десеңіздер, қамырымыздың жұмсақ болып шығу үшін және де артылған ұндарды өзіне қамыр жабыстырып алады. Яғни ұндарыңыз ысырап болып қалмайды. Мінекей біздің нәзік әрі жұмсақ қамырымыз дайын болды. Қамыр осындай қолға жабыспайтындай болу керек. Ендігі кезекте 10 минут демалдырып, бетіне ыдыс немесе пакет орап қоясыздар. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Мен салмасына ет, асқабақ, пияз және де картоп қостым. Негізінде тартылған етпен пияз қосуға да болады, бірақ мен дәмінің ерекше болғанын қалағандықтан құрамына асқабақ және де картоп қостым. Асқабақтарымыздың сыртын жуып алып, барлығын кубиктап турап шығамыз. Мінекей мендегі барлық асқабақ туралды. Ендігі кезекте картоптарымызды да солай кубиктап турап шығамыз. Туралған картоптарымызды асқабақтың үстіне қосамыз. Ендігі кезекте жуа, яғни пиязымызды да кубиктап турап аламыз. Мендегі пияз үлкендеу 1 штук болатын, қаласаңыздар 2 штук қоссаңыздар да болады. Ендігі кезекте жуылған етімізді де кубиктап майдалап тураймыз. Етті үлкендеу қылып турап жібермеңіздер. Егер де үлкендеу болған жағдайда біздің жаңағы тағамымыз печкада піскендіктен еттеріміз піспей қалады. Сондықтан да етті барынша кускобой дейміз ғой, майдалап тураңыздар. Етімізді туралған көкөністеріміздің үстіне саламыз. Тағамның сочный болуы үшін үстіне сұйық майымызды қосамыз. Келесі кезекте дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Өздеріңіз ұнататын қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен сираны осындай арнайы тістегіштен өткізіп қостым. Үстіне қызыл паприкамызды, қара бұрышымызды және де дәміне қарай тұз қостым. Достар, тұз қосатын кезде мұқият болыңыздар, тағамдарыңыз тұзды болып кетпесін. Мендегі ет алдын ала тұздалған, сондықтан да тұзды аз-маз етіп қостым. Болғаннан кейін таза қолыммен жақсылап тұзымыз, дәмдеуіштеріміз араласқанша қолымызбен осылай салмасын жақсылап араластырып шығамыз. Мінекей біздің салмамыз дайын. Салмамыз дайын болам дегенше біздің қамырымыз да демалып болды. Ендігі кезекте демалған қамырларымызды 6 бөлікке бөлеміз. Өздеріңіз видеода көріп тұрсыздар, қамырдың кішкене ғана бөлігін алып, қалған үлкендеу бөлігін бетіне шым-шым етіп ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен домалақ шеңбер етіп жайып шығамыз. Қамырларыңыз қатты жұқа не қатты қалың болып қалмасын. Егер де қатты қалың болып қалған жағдайда дұрыс піспей қалады. Қатты жұқа болатын болса, қамырларыңыз хрустящий, жеуге тұрмайтындай қатты болады. Сондықтан да барынша орташа етіп жайыңыздар. Қамырымызды жайып болғаннан кейін кесемізге саламыз да, ішіне салмасын саламыз. Содан соң алдын ала алып қалған қамырымыздың кішкене бөлігі бұл тағамның крышкасы болатын, яғни сол қамырымызды жайып, үстіне орналастырып, әрі қарай видеода көрсетілгендей астыңғы қамыр мен үстіңгі қамырды қолымыздың көмегімен бір-біріне жабыстырып шығамыз. Жабыстырып болғаннан кейін осы видеодағыдай өреміз. Өрі оңай негізі.
жай ғана бір-бірін үстіне жабыстырып шықсаңыздар, сіздің тағамдарыңыздың беті осылай әдемі өріліп шығады. Қамырымызды өріп болғаннан кейін крышкамыздың түймесін жабыстырамыз. Ол үшін бізге кішкене ғана қамыр қажет болады. Достар, бұл тағамды алғаш жасауым, сондықтан да мен екі размерде көрейін дедім. Бірін тамақ ішетін кесеге жасап көріп, екіншісін шай ішетін кесеге жасап көрдім. Енді шай ішетін кесеге жасап көргендіктен қамырымызды жайып, ішіне қамырымызды орналастырып, үстіне салмасын салып, крышкасында жайып, осылай жабыстырып аламыз алдын ала. Сосын ыдысымыздан алып, тағы да жұп-жұқа етіп тағы да жабыстырамыз да. Бұл біздің қамырымыз өруге оңай болу үшін, сосын екі қолымыздың көмегімен айналдыра өріп шығамыз. Достар, тағам жеуге ыңғайлы болу үшін сіздерге кеңесім кішкентай шай ішетін кесеге жасаңыздар дегім келеді. Достар, көбісі менің YouTube каналыма тіркелмей рецепттерімді қарайды екен. Ең алдымен YouTube каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Достар, сізге тағы да бір плюс ақпаратпен бөлісейін. Менің YouTube каналымда көптеген түрлі ыстық тағамдардың, торттардың, чаймен ішкенге тәтті пирожныйлардың, одан бөлек фастфудтың да рецепттері бар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісемін. Сол тағамдарды жасап, сіздер де отбасыларыңызды қуантасыздар деген ойдамын. Ендігі кезекте печкамыздың формасына пергамент қағазын жайып, оның үстіне кеседе орналасқан тағамдарымызды қоямыз. Содан соң бір жұмыртқаны жағып, ақ уысы мен сары уысы бір-біріне біріккенше шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Дайын болған жұмыртқамызды щетканың көмегімен осы тағамның үстіне толықтай шетіне, бетіне жақсылап жағып шығамыз. Осы орайда 200 градуста печкамызды қыздырамыз. Жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін үстіне сәндігі үшін кунжут немесе мак себеміз. Біздегі тағам печкаға салуға дайын. Печкамызды 200 градуста 35-40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Достар, әркімде пеш әрқалай қызғандықтан осы тағам пісіп жатқан кезде мұқият болыңыздар, себебі күйіп кетпесін. Осымен біздің керемет ерекше тағамымыз дайын болды. Бұл тағамды кешкі асқа, түскі асқа жесеңіздер өте тойымды. Дәмі де сочный, қамыры да керемет болып шығады. Бізге ас болсын, сіз де мен ұсынған тағамды жасап, отбасыңызды қуантасыз деген ойдамын.